Сәлем! Логикалық сұрақтар арнасына қош келдіңіз. Бүгін сізге 20 қызықты сұрақ ұсынамын. Әр сұраққа ойлануға 5 секунд беріледі. Дайынсыз ба? Бастайық. 100 килолық темір мен кішкентай шар жіптің үстінде тұр. Қайсысы бірінші құлайды деп ойлайсың? Міне, екеуі де бірдей уақытта жерге жетті. Тартылыс барлығына бірдей әсер етеді. Оу, бұл мен бе? Қорқынышты. Айнаға қарап өзіңнен қорқуға бола ма? Жоқ, ол тек бейне ғана. Дұрыс екен, онда көңіл көтерейік. Мұз суға түскенде не болады? Ол еріп суға айналады. Бұл зат күйінің өзгеру ғой. Қарға жеміске көз тігеді. Қалай алады екен? Әрине ауызымен, тісімен тістеп алады. Міне, шап еткізіп жұлып алды да, мәз болып тұр. Әп-әдемі жемісті қолынан шығармайды. Дәмін татып көрейікші. Тағы бір тістеді, жарайсың қарға. Қараңғыда кітап оқу мүмкін бе? Жоқ, жарық қажет. Құстар желге қарсы ұша ала ма? Деген сұрақ жиі қойылады. Иә, алайда қарсы жел жылдамдығын бәсеңдетеді. Қанаттарын қарқынды сермеп, көп күш жұмсауға тура келеді. Бірақ табандылық пен аэродинамика оларды діттеген жеріне жеткізеді. Су өртті сөндіре ала ма? Иә, су өртті басады. Шарға ауа толтырса не болады? Дұрыс, шар үлкейеді. Көлеңкем қайда кетті? Неге көрінбейді? Түнде жарық аз, сондықтан көлеңкең жоғалып кеткендей. Жарықсыз көлеңке болмайды. Түсінікті екен. Эй, ағаш, мен сені құлата аламын ба? Тек әлсіз ағаш болса ғана. Менің тамырым терең, діңім мығым. Мықты екенсің. Бірақ сені аздап тербетіп көрейін. Тербетсең де құламаймын. Жай ғана сыңсығаным мен тұрмын. Тас пен доп бір биіктен құлап түссе, қайсысы бірінші жерге жетеді деп ойлайсыз? Міне, екеуі де бірдей уақытта жерге тиді. Себебі ауырлық күші заттың массасына тәуелсіз әсер етеді. Жер құмды жерден алып кетеді ме? Бірақ кішкене ғана. Телескоппен күнді көре аламыз ба? Қандай жарық! Жоқ, ол көзге зиян. Телескоп күн сәулесін 100 есе күшейтеді, көз торын күйдіріп жібереді. Сонда қалай көреміз? Күннің бейнесін экранға түсіріп, немесе арнайы Бұл бір үйге апарар 3 жол тұр. Қайсысы ең қауіпсіз екен? Сол жақтағысы түнек орман. Көздер жұмыңдайды, белгісі үрейлі. Оң жақтағысы тасты жартас. Жартастар құлап жатыр, найзағай ойнайды. Ал тура алдыңғысы ашық алқап. Түнде жолға шықсақ, не істеу керек?
Ең алдымен жарық қолдану. Қол фонар не шам көз алдыңда анық көрсетеді, атыңнан да көрінесің. Машина шықса, шетке тұрып, сәулені төмен ұстайсың. Сонда түнгі жолда қауіпсіз, әр әсем көрінеді. Аю қардан басын суыра ала ма? Әрине. Алайда байлап. Қой секіргішке көтерілсе не болады? Әуелі аздап теңселіп қалады. Сосын серпін алып, биікке ұшады. Бірақ қарашы, құламай тұр. Қой тепе теңдігін сақтап, аспанда данық. Демек, қой биікте тұр, бірақ құлап кетпейді. Жел кітап беттерін ұшыра ала ма? Ол оларды әдемі толқынға айналдырып, бір-бірлеп парақтайды. Кеме судағы ағынға қарсы жүре ала ма? Әрине, бірақ көріп тұрсың, ағын оны тежейді. Қозғалтқышқа күш түсіп, жылдамдығы баяулайды. Дәл солай. Баллонды ашса, не болады? Одан ауа ағады, ал баллон кішірейе береді. Ауа түгел шығып болған соң, ол тек бос, мыжылған латекспен қалады.